Алла орнын толтырады. Оның әңгімесінен біз де мол ғибрат алдық. Осы сәтте ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім өзіне қалағанды мұсылман бауырына да қаламайынша толық иман еткен болмайды деген хадисі еске түсті. Бұл хадис туралы кейбір ғалымдар бағалы ғұмырын бос істерге зая етуден сақтану үшін осы хадис жеткілікті деген екен. Адам әуелі жақсылықты өзіне қалайды. Өзімізге қалаған нәрсені өзгеге де қалайтын дәрежеге жету баға жетпес өмірімізді ізгі істерге арнауға жетелейді екен. Бұл оқиғадан жақсы істің қарымы тек жақсылық екенін түсіндім. Дархан Қойшыбайға жақсылық жасау арқылы өзі де игілікке кенелді. Яғни онымен бірге қажылық жасау бақытына ие болды. Расында Алла жолында не жұмсасақ, Хақ Тағала оның орнын еселеп толтырады. Жаратушы иеміз Құранда: сендер игілік жолында не сарып етсеңдер де, Алла оның орнын толтырады. Ол ризық берушілердің ең қайырлысы деген екен. Сәбә сүресі 39 аят. Бұл аятқа күмәнсіз сенген, яғни Алланың құлдарына берген уәдесін ешқашан бұзбайтынына имандай иланған пенде діндес бауырының жүрегіне қуаныш ұялатуға, осы жолда барын салуға шын бекінеді және дүние мүлкінің ең жақсысын жұмсайды. Өйткені өзі ұнатқан дүниесін Алланың разылығы үшін қиып берген адам шынайы тақуалыққа, ізгілікке қол жеткізеді. Бұған қатысты айтылған мына аят әрбір мұсылманды өзіне тиесілі нәрсенің жақсысын жұмсауға тәрбиелейді. Құранда: уә иман келтіргендер, тапқан табыс пен өндірген өнімдеріңнің және сендер үшін жерден шығарған өнімдеріміздің жақсы әрі адалынан садақа беріңдер. Садақаны өздеріңе берілсе ұнатпайтындай қадірсіз, нашар дүниеден беруге тырыспаңдар. Бақара сүресі 267 аят делінген.